Адамның аяқ қолы не үшін жиі үйіп қалады? Оны медицинада парестезия деп аталады. Қазіргі қоғамда көптеп жиі кездесетін нәрсе осы мәселе. Бұның бірнеше себебі бар. Сіздерге маңызды себептерін айтып кетейін. Бірінші, қан айналымының нашарлығы. Қан айналған кезде адамның аяқ қол клеткаларына толыққанды қан бармай, сол жерде үю басталады, және де адам ағзасындағы мына микроэлементтердің жетіспеушілігінен туындайды. Яғни витамин В6, В12, магний, калий және кальций. Егер сіздің ағзаңызда осындай мәселелер жиі байқалса, бұл ұзақ созып жүре беретін мәселе емес. Дереу тексерістен өткізіп, емдеу керек дегенді білдіреді. Егер сіздің ағзаңызда осындай белгілер байқалса, біздің кванттық бионарзат аппаратынан диагностиканы өту арқылы ағзаңыздағы қан айналым деңгейін және де микро-макроэлементтер деңгейін сонымен қоса 40 түрлі анализ қорытындысын алып кетсеңіздер болады. Толыққанды ақпарат үшін төменде WhatsApp нөмірге жазыңыздар немесе хабарласыңыздар.